Şükür dağına şükür, iz bergen bağına şükür. Köpürdükten sakta jaratkan, kolumdağı barına şükür. Молодец, Сапар. Осы өлеңмен бастап жатырмын. Шынымен де маған бері біздің айттың үлесі өте тамаша өтіп жатыр. Енді үйдің ішінде де қонақтарға деген сияқты енді мынау сыйластық болғаннан кейін, ел болғаннан кейін, бәріміз бір үйдің шатырында отырғаннан кейін бәріміз бірге болған дұрыс. Келген бетте мен шынымен де біраз енді көңіліме сыймайтын нәрселер көп болды. Енді мен көрші болып келіп жатырмын. Кішкене бір ерулікпен болушы еді, шай беруші еді деген сияқты сондай бір армандар болды енді. Өзім шақыруға ұялдым. Үлкен кісі, мынау кісі неғып кірісе береді деген сияқты сондай әңгімелер болар ма деп. Сонымен сосын қоя салдым. Жабылған аузы, қазанның аузын жауып тастадым деген сияқты. Бүгін енді кешеден бері сізге шығарып жатыр екенсіздер. Осылай мінекей дастарханға дайындалып отырмыз. Осылай айтты құрметтеп қарсы алайық деген сондай бір үлеске шығарып жатыр екенсіздер. Соған мен бүгін көріп қуанып қалдым. Сосын жаңағыдай жанталасып келе салысымен өзім жанталасып сол нешеде болады, қай кезде болады, қай этажда деп қайтадан сұрап сөйтіп не алдым. Айт деген нәрсе өзіміздің қазақтың жаңағыдай белгісі. Мынау айт деген нәрсе адаммен адам жаңағыдай қошемет жасау, адаммен адам дастарханның басында отыру. Сондықтан осы қошемет, осы сыйластық ары қарай дамыта берсін. Осының басын бастап отырған кісіге өте мыңдап рахмет. Көп рахмет. Осындай мінекей ұйымдастырып, мінекей бізді бәрімізді көшерге жаңағыдай жинақтатып отқандарыңызға. Енді шынымен де дастархан қазақтың дастарханы мінекей. Ешкім ештеңе ойламай бәрі де алып келді, бірақ қазақтың дастарханы болып бүгін шыға келді мінекей. Соған мен өзім ішімнен риза болып отырмын. Енді бір айтайын дегенім, мынау айт деген нәрседе айтады ғой, айттық сұрайды. Қазақтар өзі негізі айттық сұрайды. Айттық деген нәрсе қазақы өзі адамның жаңағыдай белгісі. Сондықтан осы мен әкелген сыйлығым бар. Енді сол сыйлығымды қазір мен өзім таратамын сіздерге. Айт қабыл болсын, әр үйде бақыт болсын, дастархандарың мол болсын, берекелі болыңыздар. Мынау күніміз әрқашанда жарық болып тұрсын, айымыз бізге жақсыға келетін болсын, жұлдыздарымыз үйдегі балаларымызға жұлдыздай бәрі жанып тұратын болсын. Енді үлкен кісілерге, мінекей, жастарға жас қосыла беретін болсын, жастарына Алла тағала беріп бала шағаларыңыздың қызықтарын көріңіздер, немере шөбере шөпшекке жетіңіздер, ойдағыдай бәрі жақсы болсын. Ендігі қауышып бәрімізде осындай дастарханға тағы да жиналатын болады.